Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен мясо по-французски дайындайтын боламыз. Ең алдымен табамызды майлап аламыз, асты жабысып қалмас үшін. Одан кейін рет-ретімен салып шығамыз. Ең бірінші картопымызды видеодағы көрсетілген құсап турап аламыз және рет-ретімен салып шығамыз. Мен картошканы бір қайнатып алдым. Шикі болып піспей қалмас үшін бір қайнатып алсаңыздар болады. Картошкаларды орналастырып болғаннан кейін үстіне шым-шымды сеуіп, үстіне майонез жағып шығамыз. Екінші картоптың үстіне тартылған етті салдым. Тартылған етке сразу пиязды турап салдым. Сіздер тартылған етті бөлек, пиязды бөлек салсаңыздар да болады. Етті салып болғаннан кейін оның үстіне де майонез жағып шығамыз. Тартылған еттің үстінен тағы да картошкаларымызды салып шығамыз. Картошка салғаннан кейін үстіне майонезімізді жағып, оның үстіне помидор қойып шығамыз. Одан кейін шым-шымды сеуіп, тағы да үстіне майонез жағамыз. Содан кейін 180 градуста 35-40 минутқа пісіруге жібереміз. Минуттан кейін піскеннен кейін үстіне үккіштен өткізілген сиырымызды салып және укроп сеуіп, тағы да 5 минутқа пешке жібереміз. Осындай болып әдемі болып пісіп шықты.